Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиетті оқу пәнінің бүгінгі тақырыбы менің сүйіп тыңдайтын әндерім Сәкен Сейфуллиннің «Біржан өлеңі». Бүгінгі сабақта мәтінді дауыстап, дұрыс әрі түсініп, және рөлге бөліп, мәнерлеп оқуды, өз ойың мен сезіміңді тірек сөздерді пайдалана отырып жеткізе білуге үйренесің. Мақал-мәтелдерді түсініп оқып, тапсырмаларды орындаймыз. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Осы мәтелдердегі сөздерден құралған қандай сөз болуы мүмкін? Ребусты шешейік. Қандай сөз шықты? Жауабы Біржан Сал. Біржан Сал қазақ халқының әйгілі әнші-композиторы, ақын. Қазақтың дәстүрлі әншілік өнерін, халық музыкасын жаңа белеске көтеріп, өз шығармаларымен толықтырған ірі тұлға. Экранға назар аударып, Сәкен Сейфуллиннің «Біржан» өлеңін түсіне отырып мәнерлеп оқимыз. Біржан. Қазақта даңқы шыққан Біржан ақын, келтірген сұлу өлең сөздің нарқын. Сан топта, сан жүйрікпен жарысқанда, келмеген қапталына ешкім жақын. Көтеріп көкіректі ырғағанда, дауысын шарықтатып шырқағанда, дауысы алты белден естілетін, құлаштап домбыраны бұлғағанда. Өлеңнің авторы туралы мәліметпен танысайық. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда бүгінгі Қарағанды облысының Ортау мекенінде дүниеге келген. Сәкен қазақ әдебиетінің өсіп дамуына үлес қосқан ақын әрі жазушы. Көне әдебиет үлгілерін жинап, кітап етіп шығарған зерттеуші. Қазақ жастарының оқып білім алуына зор көңіл бөліп, мектеп оқулықтарын жасауға да қатысты. Тапсырма. Біржан Салдың әншілігі туралы өлеңде не айтылған? Ойланайық, балалар. Келтірген сұлу өлең сөздің нарқын, бойындағы әншілік қасиетін білдіреді. Дауысы алты белден естілетін, даусының зор екендігін білдіреді. Тапсырма. Біржан әндерін тыңдап көріп па едің? Тағы қандай әндерін тыңдайсың? Олай болса, үлгі бойынша өзіңнің сүйіп тыңдайтын әннің атын, орындаушысын әңгімелеп жазыңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабақта өлеңді мәнерлеп оқыдыңдар. Өлең кейіпкерлерінің қасиеттерін анықтадыңдар. Автор туралы мәліметтермен таныстыңыздар. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.